Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Күндеріңізге сәттілік. Бүгін біздің түскі асқа Алла бұйыртса ет асып жейін деп жатқан жайымыз бар. Ет дегенде бет бар ма деп қазанға етімді салып алдым. Уже біршама қайнап алды. Үстінен көпіршіктері шығып, мен сүзіп алып жатырмын. Уже сүзіп алдым. Әжептәуір қайнады. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене майда шығып үлгерді. Сәбізім бір піскеннен кейін 2 түйір картошкамды алып қазанға салып алдым. Мінекей енді қамырының заттарын дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқа салдым, 1,5 пиала су құйдым, бір үлкен ас қасығымен тұз салдым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай мендегі орташа деңгейдегі 2 суала шықты. Біріншісін жайып алдым. Бізде бүгін үйде 4-міз-ақ. Сол себепті орташасын салып илеп алдым. Неге қайнап тұрған қазанымда етімді сүзіп, қамырымды салып жатқан жайым бар. Неге осылай балалармен арпалысып жүріп, бешбармақ істедім. Яқта май сорпасын дайындап алдым. Пияз сорпа істеген жоқпын, ыстық күнде деп. Мінекей қазаннан алып алған еттерім уже сүйегінен ажырап, мінекей қазым, картошкам, сәбізім, қамырымды салып алдым. Сүзгіден сүзіп дегенмен салып, енді сәбізін турап, еттерін турап, картоптарын турап, қамырының үстіне қойып жатырмын. Ал мінекей осылай картошкасын жан-жағына қойып, мінекей толық осылай шықты. Қамырда өте әдемі түсті, дара-дара болып. Мінекей біздің Алла бұйыртса түскі асымыз. Бізді көрсеңіздер, қолдап, тіркеп, жылы лебіз тілектеріңізді жазып кетсеңіздер, өте қатты қуанар едік. Ал бізге ас болсын. Мінекей осылай етіміз, қазымыз, сәбізіміз, картошкамыз бен бешбармағымыз әрлене түсті. Үлкен баламыз салат тура деп едім, осылай турап қойыпты, пиязын қосып дегендей. Ал бізге ас болсын. Мінекей май сорпам осылай май шықты. Сау болыңыздар.